Армысыздар алдынан ардақты аяулы жандар. Бисмилла деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Өмірді өзгертудің практикалары туралы біз енді алдында айтып жатырмыз. 30 күн бойы ешкімге шағым айтпау, ешкімге ренжімеу. Өзіңнің тұрған еліңді, жеріңді, ауданыңды, ауылыңды, тіпті отбасыңа дейін жағдайға шағымданбау. Бұл өмір туралы, өмірдің режимі туралы айтып жатырмыз. 30 күн бойы ешкімге ренжімеу, ешкіммен ұрыспау, біреудің жеке өмірін талқыламау, 30 күн бойы шүкіршілік жазу, садақа беру, 30 күн бойы айнаға қарап аффирмация айту. Енді айнаға қарап аффирмацияны Леузахидің бір көгілдір кітап деген кітабы бар. Одан кейін 21 күнде бақытты бол деген керемет кітабы бар. Соны тыңдасаңыздар болады, достар. YouTube каналда бар. Енді жазу техникасы мен осының алдында айттым, қандай да бір қарызыңыз болса, артық салмақ болса, уайым болса, қорқыныш болса, қарызым өтелді деп жазып, соңына қолыңызды қойып өртеп жіберу керек екен. Мен осы техниканы жаңағы бір қыз 118 миллион қарыз болған ғой, ойлаңыздаршы. 1,5 жыл ұйықтай алмай жүрген, сонда жаңағы психологтан сабақ алған кезде осы жазу техникасын берген ғой. Денедегі бүкіл қорқынышы шығып кеткен, содан кейін жаңағы сол ұйықтай алмай жүрген қыз бала сол күні керемет ұйықтаған. Оянсам көзім шайдай ашылды, кішкендей бөпе сияқты ұйықтадым деп айтқан екен. Жазып өртеген, суға ағызған, Аллаға шүкір. Одан кейін жаңағы жол ашылып кеткен, Қытаймен сауда жасап кеткен, 3 айда сол 118 миллионның жартысына дейін қайтарып қойған ғой. Мүмкін емес нәрсе жоқ, достар. Сондықтан ашуланған кезде, біреуге ренжіген кезде ол адамдармен қатынасқа түспейміз. Сен маған сөйтіп айттың, бүйтіп айттың. Тек қана жазамыз, өртейміз. Жазу техникасы мен алдында да айттым, жүректегі жараны жазу, іштегі нәрсе шығу керек, достар. Үндемей қалатын болсақ, бір күні біз арыстандай атыламыз. Мысалы, жас келін болып түскен кезде біз енді үлкен кісілерді сыйлаймыз ғой. Бізде қазақи салт дәстүрде сондай бір жақсы ғұрып бар. Үлкеннің бетінен алма, үлкенге қарап тік қарап сөйлеме деген сияқты. Ол енді жол үлкен болғаннан кейін қандай жағдайда сыйлаймыз, бірақ кейбір қылықтары, жөнсіз қылықтары ішімізге сыймайды. Жаңағы жинай береміз. Содан бір күні жаңағы енеміздің бетінен алып, содан кейін бірақ атылып шығатын көп әйелдердің содан кейін туындап жатады. Сондықтан өмірде қиындық көрдіңіз ба? Адамға айтпаймыз, шашпаймыз, жазамыз, өртейміз. Біз басқаларды тәрбиелей алмаймыз, достар. Өмірде мен де кейде сондай болып кетемін. Жаңағы ер азаматқа анасы сияқты ақыл айтып кетеміз, қолыңды жусаңшы, тамағыңды ішсеңші, тұрсаңшы, барсаңшы деген сияқты. Қонақ келсе амандассаңшы, шығарып салсаңшы деген сияқты үнемі біреулерді жөнге салып тәрбиелегіміз келеді, достар. Біз ешкімді өзгерте алмаймыз. Өзгертетін болсақ, мен айтар едім ғой, міне мен 10 жыл күйеумен алыстым, өзгереді, міне арағын қойды деп айтар едім, достар. Өтірік айтуға келмей түн жамылып отырмын ғой. Сондықтан, достар, өзімді тәрбиелеу керек. Мысалы, Алла тағаланың берген қуаты шығар. Мен енді сондай жағдай болған кезде кейде ертесі күні енді арақ ішіп алғаннан кейін жолдасым ұйықтап жатады ғой. Сонда біреулер келіп қалады, тусын келіп қалады, дос-жараның келіп қалады. Мынау не қылып жатыр? Ой, сол түнімен жаңағы бір қонақасыға барған еді, ашқазаны бұзылып қап, содан кейін жаңағы ашқазан ауырып жатыр деп айтып қоясың да. Өтірік, ол зияны жоқ өтірік та. Мысалы, талай сондай нәрсенің бетін жауып кеттік қой, жылы жауып. Жамандығын жасырдық, жақсылығын асырдық, содан жаман болғанымыз жоқ, достар. Сондықтан осы нәрсені түсіну керек екен. Ешкімнің өмірін әңгіме етпеу, достар. Біреу өсек айтса, анау сондай екен десе, сондай ма екен деп қосылып кетеміз да. Негізі өсек айтпаймыз, достар. Содан аузымыз ашылып, қарап отырамыз да, деп соған сенеміз, оны біреуге айтқымыз келеді. Мына әйел адамдар не үшін өсек айтады дейді, Біреудің, мысалы, бір энергиясын естіген кезде, біреудің тағдырын естіген кезде, біреу бізге бейнесін, күйеуін жамандап кеткен кезде, анадан бізге ауыр энергия беріп кетеді ғой. Ауыр энергия беріп кеткеннен кейін біз оны күйеуімізге не болмаса басқа адамдарға айта салады екенбіз. Өйткені сол энергияны сол арқылы жеңілдетеді екенбіз да. Сондықтан осындай кезде, достар, сөзсіз жазуыңыз керек. Мына егер жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсы болмай, 2 күннің бірінде біреуге жамандап қоятын болсаңыз, менде де сондай болатын, достар. Біреуге айта салам, сөйтіп жүр, бүйтіп жүр деп, ол айналып келіп өзіңді табады, пәленбай жерге шығады ол. Ой, сөйтіп жас жігітке тиіп ап еді, үйленбеген жігітке тиіп ап еді, бір қызымен.
әлі сөйтіп жүр екен, күйеуі арақ ішеді екен, үйтеді екен. Сол айналып келіп менің алдымнан шығады да. Сол үшін достар, мен қазір кітаппен ғана, осы қағазбен ғана дос болдым да. Өте керемет. Оны төркінің айтсаң алаңдайды, досың айтсаң іштей күлуі мүмкін, дұшпаның айтсаң ертең күні ол тағы да өсек болады да. Сондықтан ақ қағаз деген біздің айнымас досымыз достар. Сондықтан жолдасыңыздың мінезі біреу айтуы мүмкін, не деген жаман деп маған да айтады. Мынандай күйеумен қайтып тұрып жүрсің деп бетіме басып кеткен адамдар болды да. Мен сондан ойлап қалам да, елдің бәрі солай ойлай ма деп. Сонда бір ғана адам айтты, біз ойлаймыз ғой, елдің бәрі солай ойлайтын сияқты деп. Сол үшін 30 күн шыдау деген қиын енді. 30 күн біреуге өсек айтпау, 30 күн жаңағы күнделікті ерте тұру, қайнаған су ішу деген дүниелер өте қиын. Өмірді өзгерту өте қиын ғой достар, иә. Бірақ біз өзімізді өзгерту үшін осы әрекеттерді жасауымыз керек. Одан кейін достар, 30 күн шүкіршілік айту. Енді шүкірлік етсең арттырам деген Алланың уәдесі бар ғой. Өміріміздегі ең қуанышты сәттерді сезін алу. Бақыт деген үлкен болмайды ғой достар, иә. Бақыт деген үлкен дүние емес. Мысалы, мен жолдасымнан сондай нәрсені күтемін. Үйге келген кезде гүләк келсе, керемет бір жеміс жидектер көтеріп келсе, мен тамақ істеген кезде артымнан келіп құшақтаса, иә, жаным, сол шаршадың ба, сен қиналып жүрсің ғой, бір ауыз сөз айтса деп ойлаймын да. Бірақ ол нәрсені, ол ер азамат болғаннан кейін мен ойлағандай дүниені бере алмайды да. Бірақ достар, ойлаңдаршы, мен мына дүниені сезінемін да. Жолдасым үйге келген кезде ана барлығымыз шулап алдынан жүгіріп шығамыз ғой. Ештеңе келмесе де біреуміз бар, мойнына секіреді, балалар бар, иә. Соның өзі бақыт та. Мысалы, ойлаңыздаршы, кішкене ғана бір істі айтайын. Балалардың шашын алу деген, мысалы, әдетте балалардың шашын ер адам алған жақсы, иә. Өйткені ол өжет болады, ол мықты болады, ол қайсар болады. Мысалы, соның өзін қазақ халқы ырымдаған ғой. Қазіргі балалар неге жасы көбінде мына бала 40-нан шықпай әйел адамдар алып тастайды. Осындай салт дәстүрге де біз мән бермей кеттік та. Сонда жаңа жолдасым балалардың шашын алып жатқан кезде де шүкіршілік етемін. Ол әкесі жүгіріп келген кезде, мойнына бәрі секіріп жатқан кезде де Алла тағалаға шүкіршілік айтамын. Таңертең қасымда ол телефон көріп отырса да мейлі, иә, қалқиып қасымда отырса да шүкіршілік айтамын. Мен содан өзімді бақытты сезініп кеткен ғой достар. Әйтпесе менің күйеуімді енді туыстарым біледі ғой, иә, мінезде кеселді, өзі жаңағы ондай көп адамдармен араласып кетпейді. Мысалы, өзі сондай ата-апаның қолында өскен бала өте еркелеу, енді тамақты да талғап жейді. Ол үйде қылшық жатпау керек, ол өзінің принципі сол. Оның алдында керемет киініп жүруің керек. Мысалы, бір жерге барған кезде мынау менің әйелім деп жарқыратып ұстағысы келеді да. Мысалы, мен сондай енді идеал әйел болуға талпынып деп біраз шаршап қалған жайым бар. Бірақ достар, осы мен ойлаймын да, ер азаматтың сондай қатты болғанда кейде сондай бір нәрсеге қатаң талап қоя білгенде сондай жақсы ма деп ойлаймын да. Егер ол мінез қатаң болмаса, мен тек басынып алатын еді да. Мысалы, кейбір адамдар қалай мақа сөздер айтуы мүмкін, біреуге теңеуі мүмкін. Мысалы, ойын тойда жүресің, кейде бір өлең жазсаң да, енді мен ақын болғаннан кейін өлең арнасам да біреуге, ой, басқа біреуге арнап жүрген шығар деген сияқты сыртынан өсек айтуы мүмкін да. Ал күйеудің сондай жаңа рухты болғаны, мінезді болған жақсы да, ешкім басын алмайды екен. Қараңыздаршы, мен сол қасиетін бағаладым, иә. Ол ақша таппайтын күндерде, 2-3 айлап жатып қалатын кездерде болды да. Мысалы, қазірдің өзінде мысалы жаңағы жұмыс әлі қазақ фильмде жұмыс жасайды ғой, әлі ол кісілердің фильмі әлі басталған жоқ. Қазір үйде мен оған ешқашан жаңағы ол үшін қиналып, біреуге айтып, ондай істегем жоқ. Алла тағаланың беріп жатқан ырыздық несібесі мол, соған шүкіршілік етемін. Көрдіңіз ба достар? Шүкіршілік еткен сайын біздің жолымыз ашылады екен. Ер азаматпен бақытты болу достар осындай екен достар. Жаңа осындай күйеуге қайтып шыдап жүрсің деп айтатындар болды да. Бірақ мен ойлаңыздаршы, мені қыз баламен бағалады. Бақытты етті. Қалай жағдайда маған керемет осындай Қазақстанды сыйлады да. Мысалы, мен ол болмаса келе алмайтын дедім мүмкін. Менің ең бір қандай да арақ ішсе де мейлі, жұмыс істемесе де, мінезі кеселді болса да, мен оны неге бірге тұрып келе жатырмын, білесіздер ме достар? Менің ешқашан өткен өмірімді бетіме баспаған үшін. Ешқашан осы күнге дейін Алла көріп тұр ғой, сен сондайсың, бұрынғы күйеуің ондаймын деп бір ауыз сөз айтқан жоқ қой. Осының алдында бір көрші апам келіп айтады, енді біреудің тағдырын сөз ету емес, маған әңгіме айтып отыр ғой, жаңағы сенің күйеуің жақсы ғой дейді. Мен екі рет тұрмысқа шықтым дейді.
күйеуім 40 жылдың алдында өліп қалды дейді. Енді екінші күйеуі де бірінші күйеуі де өліп қалған. Сонда екінші күйеуім дейді, үйге бөтен ер адам келсе болды, миымды жейді дейді ғой. Мынау сенің бұрынғы күйеуің емес па? Сен іздеп келген жоқ па? Сен әлі соған хабарласып жүрген жоқсың ба? Сен немене кешеде базардан кешігіп қалдың, сонымен бірге жатып келген жоқсың ба? Сондай миымды жейтін еді, күндейтін еді дейді. Жарықтық енді иман жолдас болсын, енді байқұс енді көрсетпеген қорлығы жоқ енді. Мен күйеуден бағым жанбады ғой дейді. Шүкір енді балаларым қарап жатыр дейді. 80 қаншаға келген кісі. Сонда маған айтып жатыр ғой, бұл достар, бір адамның сөзінен әсер аласың да. Сонда мен күйеуімді не үшін бағалаймын? Яғни неге осы бақытты сезімді бастан кешірем? Өзім қана түсінетін сезімді. Өйткені солай мен ешқашан жаңағы енді ұлы сөздің ұяттығы жоқ, түнгі өмірде де ол мені жаңағы қыздан артық көреді да, мысалы. Сол үшін де екеуміздің арамызда махаббат болды. Алла тағала соның пейіліне осы 3 жылды берген шығар деп ойлаймын да, кейде ойлап отырып. Алла әділ етті ғой, сол үшін біз мысалы әдетте ас ішу, қазанға тамақ саламыз мысалы. Ол қалай қорытылып жатыр, қалай бөліп жатыр, қалай керексіз заттар шығарып жатыр, біз білмейміз да. 12 ай мысалы төсекте тұрмай жататын адамдар бар. Біз түк таппай қаламыз ғой, шүкіршілік жаз десе. Ал шүкіршілік айту деген, ойлаңыздаршы, отбасынан басталады ғой. Жолдасыңызға, балаларыңызға, өміріңізге, біреудің үйін майлап жүрсеңіз де шүкіршілік айта беріңіздерші. Өмірлеріңізде жақсылық көбейеді достар. Үйім бар, шүкір. Шүкіршілік айтудың ешқандай қиындығы жоқ. Үйім бар, шүкір. Денсаулығым бар, шүкір. Көзім жайнап тұр, тілім сайрап тұр, шүкір. Балаларым дені сау, шүкір деп жаза беріңіздерші. 100-ге толтыру керек негізі достар. Мен қаншама психологпен сабақ алып жүрмін ғой. Сонда шүкіршілік дәптерін толтырыңдар дейді. Бір дәптер арнайтын да. Сіздер де солай жасаңыздаршы, достар. Достар, одан кейін күн сайын садақа беру. Тиындап берген садақа қиындап келетін жағдайдың алдын алады дейді. Бір адамға 100 теңге болса да беру. Мысалы, әлемнің заңдылығы беру және алу. Берген қолым алаған дейді. Берсең аласың, ексең орасың деп біздің атам қазақ баяғыда айтып кеткен достар. Туысқандарға беру. Мысалы, мен айтам ғой, бай адамдар, ол батаға мұқтаж, ал кедей адамдар ақшаға мұқтаж дейді. Сонда біз жолымыз ашылу үшін не істеуіміз керек екен? Адамдардан бата алуымыз керек екен достар. Жолға шығып бара жатсыз ба? Әкеңізден, жолдасыңыздан бата алыңыздар. Мен осының алдында осы тікелей эфирде де айттым ғой, Ол біреудің тағдырын сөз ету емес достар. Және де айтайын, мен біреуді айтқан кезде естіген әңгімелерімді, бір адамдарға жеткізсең деген сол адамдардың мысалы рұқсатымен айтам да, мысалы. Сонда жаңағы әйел адам 20 жылдық сабақтастар басқосуына баратын болған, бірақ күйеуі жібермей қойған ғой. Бармайсың деген, енді бұрын ешқашан шектеп қоймаған да, әйелін қатты жақсы көретін болған, сыйлайтын болған, екеуі бір жыл қанша жыл тұрса да бір-біріне шайдаспеген екен да, бірақ сол жол күйеу қырсығып қалады екен. Айтады екен, мен жүрген бір нәрседен сезіп тұрып бармаш деп. Сонда әйелі жаман ойлаған ғой, сен баяғы мені пәленбай деген сол сабақтасымнан қызғанып тұрған шығарсың, өйткен шығарсың, сөйтіп бой бермей жолға шықтық дейді сол күні. Өзі жаңа қар жауып тұрған ба айту. Ауылдан шыға бере, машина чағалаңы болған, аяғы мертігіп қалған, сонда додырханаға келіп күйеу жылады дейді. Күйеуім жылады дейді ғой, неге мен тілімді алмадың жаным, мен сені жамандықтан қорғадым ғой деп. Сонда мына ер адамдардың қалай да біз батасын алуымыз керек екен. Дастархан басында да, қандай жағдайда жолға шығып бара жатқан кезде де, әкеңіз болса да, осы үнемі ер азаматтардың батасын алып жүрсек, адамның жолы ашылады екен достар. Одан кейін берген садақа ешқашан адамның ақшасын азайтпайды. Ақша азайып бара жатқандай сезілуі мүмкін. Жаңағы Айнұр ханым айтады ғой, бір жолда келе жатқан кезде сіңілім Ардақ дейді, жылады дейді. Балам деп жылады дейді. Мен шошып кеттім, не болды айтсаңшы деп. Сонда жаңағы ертесі күні ғой, жаңағы өткен түні сол Ардақ бір баласы ауырған кісіге қанша мың теңге садақа берген ғой енді. Сонда таңертең сол баласын машине қағып кеткен, жолда келе жатқан кезде баласы 2-3 рет домалап кеткен да, қағып кеткен ғой машине, бірақ ештеңе болмаған дейді да. Баланы қанша жерге ұшырып жүрген, машиненің бір парасы бірдеңесі сынып қалған, балаға ештеңе болмаған. Сонда ойлаңыздаршы,
түнде берген садақа күндізгі сондай қиындықтың алдын алып тұр ғой. Балақ ештеңе болмаған дейді. Сол үшін достар, әрқашан таңертең тұра салған кезде 100 теңге болса да, қазір мысалы Каспийдің несінен ашсаңыздар, қайырымдылық қорлар көп, дәулеттің болсын, мысалы тағы кімнің, әсіресе мен өзім жолдап жүрген бір кісілер бар еді, атын ұмытып қалдым. Сол үшін біреу, одан кейін мынандай заң бар екен: егер біреуге өсектеп қойдыңыз ба, ақша беріңіз, біреуге садақа беріңіз. Сонда адам, біз ақшаны қимаймыз ғой, өзімізді солай тәрбиелейді екенбіз. Мысалы қазіргі уақытта мынандай заң шықты, иә, біреуді өсектесең, біреуді боқтасаң қанша мың штраф салынады дейді. Сол да мына қоғамның несін азайтты да, өсек айтпайтын болдық достар, енді шүкіршілік айтатын болдық. Ал енді аффирмацияны қалай айтамыз, иә? Байлық деген мен, молшылық деген мен, бақыт деген мен, сәттілік деген мен. Қайсысын қайлы болса соны айтыңыздар. Мен қуанышпын деп айтыңыздар. Айнұр ханым айтады ғой, ата-анасыз жоқшылықта өстік дейді да. Енді үкіметтің бір киімін киіп өстік дейді. Ешқандай сол кезде бір апайымыздан басқа қарайласатын туыс туған болған жоқ дейді. Бірақ мен айтысқа шығып таныла бастаған кезде талай ел мені іздей бастайды. Ой, мен сенің пәленбай деген туысың едім, нағашың едім, жиенім едім деп. Бәріміздің басымызда да бар, иә. Жаңағы бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды туысқандар деп айтамыз ғой. Иә, осы қолыма қарға түсіп еді, қолыма ақша қонып еді, осы туысқандардың бәрі іздеп кетті деп, иә. Біздің айналамызда туысқандарда жағдай жоқ отбасылар бар. Ертең мысалы сол елемей жүрген, қарайласпай жүрген туысымыздың бір баласы әлем чемпионы болсыншы, бәріміз бас саламыз. Ол өмірдің заңдылығы достар. Сондықтан әсіресе мына садақаны кімге берем десеңіздер, жақындарыңызды жарылқаңыз. Қазақ айтады, өз-өзіңді сыйласаң, жат жаннан түңіледі дейді, иә. Сондықтан біз жақындарымызға қарайласқан кезде сауап жинаймыз, жолымыз ашылады. Қаншама қайырымдылық қорына миллиондап аударған кісілер қарап отырсақ, өткен жылы қаншама адамның бетпердесі шешілді, сонда қарап отырып ішім күйеді. Сол айналамызда киім таппай жүрген, қарызын жаба алмай отырған, көмір түсіре алмай отырған қаншама отбасы бар шығар, иә. Сондықтан да біз ең алдымен жақсылықты кімге жасаймын десеңіздер, әркім өзінің туысқан жарылқау керек екен достар. Бүгіннен бастап күнделікті садақа беруіміз керек екен, күнделікті аффирмация айтуымыз керек екен, күнделікті шүкіршілік айтуымыз керек екен. Соны сіздерге жеткізгім келді достар. Және де бір керемет техникалармен бөлісемін, одан кейін кино беремін, иә, бұйырса. Әлі де сіздерге құнды ақпарат беріледі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге өмірдің тәттілігін, әрбір істеріңіздің сәттілігін тілеймін.